Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге духовкада жасалған өте дәмді булочканың рецебімен бөлісемін. Салмасына қоюлатылған сүт қосылған өте дәмді, дәл осылай булочканың жасалу жолын өткізіп алмай соңына дейін көріңіз. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген жеңіл жасалатын түрлі рецептер бар. Ең алдымен терең ыдысқа бөлме температурасындағы жылы 1 стакан сүт және де 1 стакан су қосамыз. 1 ас қасық қант және де 1 ас қасық ашытқы қосып, ерігенше араластырамыз. Барлық заттар ерігеннен кейін осының үстіне жарты стакан сұйық май қосып және де жарты шай қасық тұз қосып тағы да араластырамыз. Алдын ала елеуіштен өткен жоғарғы сұрыпты ұнды қосып, массаны қоюланғанша араластырамыз. Достар, менің каналымда көптеген пайдалы рецептер бар. Алдағы уақытта жаңа рецептер де шығады. Барлық рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Иленген дайын қамырды бетін жауып көтерілуге 20-25 минутқа жылы жерге орап қалдырамыз. Қамыр дәл осылай болып өте жұмсақ болып көтерілген. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан жабысып қалады. Сол себепті аздап ұн сала отырып, булочкалардың формасына келтіріп алдым. Жалпы кез келген ашытылған қамыр жақсы көтерілу үшін құрамына қосатын барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы тиіс. Және де қосатын ашытқыңыз міндетті түрде балғын болуы қажет. Қамырдың жақсы болып көтерілуі көбінесе сол ашытқыға байланысты болып келеді. Дөңгелектеп булочкаларды формасына келтіргеннен кейін міндетті түрде бетін целлофановый пакетпен жауып қоямыз, әйтпесе кеуіп кетеді. Қамыр біркелкі болу үшін арнайы осындай кескіштің көмегімен кесіп алдым. Булочканың салмасына арнайы қоюлатылған сүт қостым. Бәліштің салмасына арнайы осындай сапалы Любавинка немесе Три желанияның қоюлатылған сүтін пайдаланамыз. Булочканың салмасына кез келген қоюлатылған сүт жарай бермейді. Ағып кетуі мүмкін, сол себепті осындай сапалысын ғана қолданамыз. Барлық бәліштерді формасына келтіріп жасап болғаннан кейін кеуіп кетпес үшін бетіне пакет жауып қоямыз. Және де жұмыртқаның сарыуызын бөліп алып, үстіне 2 ас қасық сүт қосып, жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шықты.